оқушылары. Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай Ұлы Даланың ұлы сазы атты мерейтойлық челленджін номері 86 мектептен қабылдаймыз. Мен номер 9 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 жылғы сынып оқушысы Дүйсенбек Гүлзат. Ыбырай Алтынсариннің өсиет өлеңі. Пайғамбар бұрынғы уақытта дәуір екен, патша болып бұл дүниеге даңқ кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көпті ойлап, Құдайым 30-ында әлек еткен. Малды талды, баланы талды, сабыр етті. Дұшпандарымыз қылатып жәдір етті. Разымын, не берсен де Құдайым деп, бәрін де қабақ шықпай қабыл етті. Қорлама, кем адамды болсаң дана, кәріпті Құдай шеше ниеді шара. Ер болған сиыр бағып зеңгі баба, бір болды түйешіден ойсыл қара. 10-шы сынып оқушысы Оразбай Сандыбаш. Ыбырай Алтынсарин өзен. Таулардан өзен ағасы арқыраған, айнадай сәулелері жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпты, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілім суын ішсең басылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзенне рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап жеммен бірге басырады. 10 мың мал айдап салсаң лай қалмайды, тасысан су бармаған сай қалмайды. Біз осы челленджді Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты Абай ауданының мектеп оқушыларына жолдаймыз.